Саламатсың ба оқушы, бүгінгі сабаққа қош келдің. Балалар, егер сендер мектепке және бүгінгі сабаққа қуана келсеңдер, оң қолыңдарыңды көтеріңдер. Егер сендер өз білімдеріңе сенімді болсаңдар, сол қолдарыңды көтеріңдер. Егер сендер еліміздің тағдыры маңызды болса, бір қадам алға жасаймыз. Егер сендер өздеріңді отанымыздың патриотымын деп есептесеңдер, екі қолымызды алға созамыз. Егер сендер еліміздің болашағы сендердің қолдарыңда десеңдер, онда қол соғамыз. Балалар, үйден сендер тың игеру жылдарындағы Қазақстан номері 5 параграфты оқып, берілген сілтемедегі бейне жазбаны көрген боларсыңдар. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Балалар, алдарыңызда ұсынылған суреттегі тұлғаны танисыз ба? Иә, әрине балалар, бұл тың игеру кезіндегі социалистік еңбек ері атағын алған Кәмшат Дөненбаева. Балалар, бүгінгі сабақта біз осы алғашқы тың игерушілерді, ауыл шаруашылығында қалыптасқан жағдайды, тың игерудің барысы, тыңның алғашқы табыстары, тың игерудің нәтижелері, демографиялық ахуал мен мал шаруашылығы жағдайын білесіздер және талдаймыз. Балалар, бірінші топтың тапсырмасы тың игеру Қазақстанға қалай ықпал етті? Шығармашылық тапсырма, яғни инфографика жасау. Екінші топтың тапсырмасы Қазақстан аумағына тың игерушілердің қоныстандырылуы. Тест талдау жасаймыз. Үшінші топтың тапсырмасы тың игеру саясатының жағымсыз салдары қандай? Тың игеруге свод талдау жасаймыз. Олай болса, іске сәт. Үкімет билігінің жоғарғы деңгейдегі дәнді дақылдар егетін алқаптардың аумағын кеңейту үшін тың және тыңайған жерлерді игеру идеясы пайда болды. Міндеттері табысты жүзеге асыру үшін КСРО басшысы Хрущев республикалық басшылықты нығайту керек деп шешті. 1954 жылы ақпанда Қазақстан Компартиясы ОК-ның бірінші хатшылығына Қазақстанда ешкімге белгісіз Пономаренконы тағайындап, Шаяхметовті қызметінен алды. Шын мәнінде Хрущев бұл кезеңде өзінің кадрларын түрлі орындарға қоя бастаған болатын. Ал Шаяхметов болса, тың жерлерді тез арада игеру идеясын қолдамады. Кеңестік билік қабылдаған елімізде астық өндіруді одан әрі арттыру, тың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулы бойынша Қазақстанның солтүстік аудандарында, Сібірде, Оралда және солтүстік Кавказда дәнді дақылдар егуді шұғыл арада арттыру туралы шешім шығарылды. Жаңа жерлерді игеру есебінен 1954-1955 жылдарда 13 миллион гектар жер жыртылып, 1955 жылы одан 1100-1200 миллион пұт астық алу жоспарланды. КСРО-да тың көтеруге байланысты белгіленген тапсырма 1954 жылғы тамыздың басына қарай орындалды. Жоспарланған 13 миллион гектардың орнына 19 миллион гектар жер жыртылды. Оның ішінде Қазақстанда 8,5 миллион гектардан аса тың жер жыртылды. Тамызда астық өндіруді молайту үшін тың және тыңайған жерлерді одан әрі игеру туралы жаңа қаулы қабылданды. Онда 1956 жылы тың жерлердегі дәнді дақылдар егуге арналған аудан көлемін 28-30 миллион гектарға дейін жеткізу міндеті қойылды. 1955 жылы тың жерлерде жоспарланған 7,5 миллион гектардың орнына 9,4 миллион гектар жер жыртылды. Қазақстанда 1954-60 жылдары 25,5 миллион гектар тың және тыңайған жерлер игерілді. 1956 жылы Қазақстанда 1 миллиард пұт астық өндірілді. Тың игерудің кейбір жағымды тұстары да болды, бірақ өкінішке орай жағымсыз жақтары да болды. Тыңдағы колхоздар мен совхоздардың материалдық техникалық базасын нығайтуға байланысты қыруар жұмыстар атқарылғанмен, ауыл шаруашылығындағы сол бұрынғы қалпында қала берді. Көрсеткішті жоғарылатып көрсету үшін орасан зор аумақ жыртылды. Экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы ауыр салдарға әкеп соқты. Топырақ эрозиясы күшейді, топырақтың құнарлы қабатын жел ұшырып кетті.
Жалпы жаппай тың игеру үшін егіншілікті жүргізудің тиімді әдістері 2-10 жылдық өткеннен кейін ғана ұйымдастырыла бастады. Егін үшін жыртылған миллиондаған гектар жер шабындық пен жайылымдық алқаптардың көлемін тарылтты. Мыңдаған гектар жерлер елді мекендер салуға тартып алынып, олардың инфрақұрылымын жүргізу үшін құнарлы жерлердің елеулі көлемі бөлінді. Нәтижесінде ауыл шаруашылығының дәстүрлі саласы мал шаруашылығы орны толмас шығынға ұшырады. Мал шаруашылығының даму деңгейінің төмендеуі өз кезегінде республикадағы ет-сүт өнімдерінің тапшылығын туғызды. Мамандар сырттан республикаға ағылып келді. Мұндай жағдай тың игерілген облыстардың бәріне дерлік тән болды. Тың игеру барысында республикамызда басқа республикалардан көшіп келген халықтың саны артты. Ұлттық салт-дәстүрлердің рөлі төмендеді. Қазақ мектептері күрт азайып, ұлттық әдебиет пен мерзімдік баспасөз басылымы кеміді. Қазақ халқының әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне, оның мәдени құндылықтарына жоғарыдан менсінбей қараушылық орын алды. Тың игеруді желеу етіп орыстардың, украиндардың, тағы басқа ұлт өкілдерінің көшіп келуі Қазақстанның солтүстік облыстарында тілдік және демографиялық проблемаларды ушықтырды. 50-ші жылдары Қазақстан көп ұлтты республикаға айналды. Мұнда қазақтар, орыстар, украиндер, немістер, өзбектер, ұйғырлар, татарлар тағы басқа өмір сүріп еңбек етті. Көптеген еңбек ұжымдары құрамы жағынан көп ұлтты ұжымдарға айналды. Тың игеру кезінде бұрын соңды болмаған көлемді жаппай қоныстандыру ісі жүзеге асырылды. 1954 жылы Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің жер халық комиссариатына миграциялық үдерістерді реттеу міндеті жүктелді. 1954 жылдан 1963 жылға дейін Қазақстанда одақтың әртүрлі республикаларынан Украина, РКФСР, Белоруссия, Молдавия және Литвадан мыңдаған отбасылар қоныстандырылды. 1954 жылдың бірінші жартысында тек Ақмола облысына ғана 20 мыңнан астам адам тың көтеруге келді. Бұған қоса өнеркәсіп орындарының ұжымдары ауыл шаруашылығына тың және тыңайған жерлерді игеруге 1386 маман мен механизатор жіберді. 1953-1958 жылдары ауыл шаруашылығына 266,6 мың механизатор мамандар келді. Ең танымал тың игерушілердің бірі Михаил Довжик болды. Ол Қазақстанға 1954 жылы наурызда алғашқы тың игерушілер қатарында келді. Ынтымақты бригада құрған Довжик Ақмола облысындағы ауыл шаруашылық техникасын пайдалануда жаңашыл болды. Ерен еңбегі үшін Довжик социалистік еңбек ері атағына ие болып, жоғарғы заң шығарушы орган Қазақстанның жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланды. Тың жерлерді игеруге байланысты кеңестік кезеңдегі еңбектер мен басылымдарда көптеген қателесушілік, бұрмалаушылық және бұра тартушылық айтылмады. Тың игеру тек мамандарды ғана емес, көп ақша табуды ойлаған кездейсоқ адамдарды да өзіне тартты. Мысалы, зерттеушілердің пікірі бойынша, алғашқы 2 жылда солтүстік Қазақстанға келген 650 мың адамның тек 130 мыңы ғана тың игеру үшін қажет болды. Тың игерілген облыстардың бір қатарында осының салдарынан құқық тәртібі бұзылып, мемлекет қаржысын талан-таражға салу, ұрлау орын алды. Балалар, топтық жұмысты аяқтаған болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Не, қайда, қашан? Сіздерге сұрақ қойылады және сол сұраққа жауап береміз. Не, 1950 жылдардың ортасындағы жер игеру саясатын не деп аталды? Екінші сұрақ. Тың игеру саясатының негізгі мақсаты не? Үшінші сұрақ. Топырақ эрозиясы дегеніміз не?
Төртінші сұрақ. Қазақстанның солтүстік бөлігіндегі үнді-европа тіл әулетіне жататын орыс-беларусь ұлтының тығыз орналасу себебі не? Енді қайда деген сұраққа жауап берейік. Күріш өсіруден рекордты өнім алуға қол жеткізген Ыбырай Жақаев қайда дүниеге келді? Тың игеру саясаты қайда жүргізілді? Қайда 1954-60 жылдары одақтың қай елдерінен тың игерушілер қоныстанды? Тыңгер социалистік еңбек ері Довжик қайда ауыл шаруашылық техникасын пайдалануда жаңашылдық танытты? Қашан? Тың және тыңайған жерлерді игеру туралы шешім қашан қабылданды? Тың игерушілер айтарлықтай көрсеткішке қашан қол жеткізді? мың 1954-60 жылдары қанша гектар жер игерілді? мың 1954 жылы тамыздың басына қарай қанша жер жырту жоспарланды және орнына қанша жер жыртылды? Балалар, сұрақтарға дұрыс жауап берген болсаңыздар, жауаптарыңызды тексеріңіздер. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Үйге тапсырма Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы тақырыбын оқып және берілген сілтеме бойынша бейне жазбаларды көріп, сабаққа дайындалып келеміз. Олай болса, сау саламатта болыңыздар.